Қадірлі әріптестер, құрметті Ерлан Жақанұлы, тарихи мәдени мұраны сақтау, қорғау және археология қызметін реттеу мәселелеріне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ерекше көңіл бөліп, ұлттық құрылтайда бірқатар тапсырмалар берді. Ұсынылған заң жобасы сол тапсырманың нақты орындалуы. Бұл депутаттар мен ғалымдардың бірлесіп жасаған ортақ еңбегі. Саладағы негізгі проблемалар мен оларды шешуге бағытталған нормаларға қысқаша тоқталайын. Бірінші мәселе лицензиялау жүйесінің тиімсіздігі. Бүгінде археология саласында лицензиялар мерзімсіз және ескерткіштің барлық түрімен жұмыс істеуге бірдей беріледі. Мысалы, ұйым бір рет лицензия алса, одан кейін оның мамандары бар ма, біліктілігі жеткілікті ме, ешкім оны тексермейді. Сол лицензиямен ол өмір бойы еш шектеусіз, еш міндеттемесіз мәдени мұрамызбен жұмыс істей береді. Тағы бір проблема археологиялық және реставрациялық жұмыстарға бір ғана лицензия беріледі. Формалды түрде оның жеке санаты болғанмен, іс жүзінде ол осы екі саланың айырмашылығын толығымен бүгін ескермейді. Соның кесірінен реставраторлар бүгін қазба жұмыстарымен, ал археологтар реставрациямен айналысып жүрген фактілер аз емес. Нәтижесінде сапасыз қазбалар, бүлінген ескерткіштер. Енді бұл жүйе өзгереді. Біз әділ лицензиялау жүйесін енгіземіз. Енді екі бөлек лицензия болады. Археологияға бөлек лицензия, реставрацияға бөлек лицензия. Лицензияның енді нақты мерзімі болады 5 жыл. Әр лицензия үшін арнайы біліктілік талаптары енгізіледі. Егер заң талаптары бұзылса, олардың лицензиясы 6 айға дейін тоқтатылады. Тіпті қажет болатын болса, осы лицензияны қайтарып алуға да біз арнайы нормаларды енгіздік. Бұл саланы тазалап, нағыз мамандарға жол ашатын шешім. Екінші, археология саласындағы деректер хаосы. Кім, қай жерде, қандай қазба жұмыстарын жүргізді, не табылды, ғылыми әдістемеге ол сәйкес пе? Оның есебі бүгін толық белгісіз. Мемлекетке толық әрі сенімді ақпарат бүгін жетпейді. Тек ескерткіштер тізімінің өзі қазір 42 тізімде шашараңқы түрде. Ал қазба жұмыстары бойынша есептерді ешкім ешқайда тапсырмайды, яғни ешқандай бақылау бүгін жоқ дегенді білдіреді. Яғни қазбалар бар, бірақ есептер жоқ. Табылған жеке жәдігерлер бар, бірақ жаппай жәдігерлер мен материалдар жоқ. Нәтижесінде кейбір ескерткіштер қайта-қайта зерттелінсе, енді біреулері мүлде қараусыз қалып, жойылып кетіп жатыр. Оны ашық айтуымыз керек. Біз осы жүйесіздікті тоқтатып, археологиялық жұмыстардың толық цифрлық жүйесін осы заңмен енгіземіз. Кім, қай жерде нені қазып жатыр, қалай қазып жатыр, не табылды, қазбаның есептері, ескерткіштердің паспорттары, археологтар тізімі енді осының барлығы бір цифрлық жүйеде болады. Бұл жүйе саланы ашық қылып, есептілік пен тәртіпті орнатады. Үшінші мәселе бірыңғай ғылыми үйлестірудің болмауы. Қазір археологиялық жұмыстарды ғылыми тұрғыда бақылайтын, үйлестіретін бірде-бір мекеме жоқ. Кім қалай істеймін десе, солай істейді. Біреу музеймен, біреу әкімдікпен, біреу жеке өз бетімен әйтеуір білген істеп жатыр. Нәтижесінде ретсіздік, қайталау, бақылаусыздық. Мәселені қалай шешеміз? Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының базасында енді ұлттық археологиялық қызмет құрылады. Бұл қызмет нағыз археологиялық ми орталығы болады деп санаймыз. Ол енді қазба жұмыстарына мониторинг жүргізеді, ғылыми сараптама жасайды, бірыңғай ақпараттық жүйені басқарады және археологтарға ғылыми әдістемелік қолдауды көрсететін болады. Қай кезеңді, қандай ескерткіштерді зерттеуіміз қажет деген сұрақтарға да жауап беруге қауқарлы. Төртінші мәселе табылған жаппай жәдігерлер мен материалдарды сақтау жүйесінің жоқтығы. Археологтар жаппай жәдігерлерді табады, бірақ кейін сол табылған дүниелер қайда кетеді, қайда тапсырылады, бүгін өкінішке орай біркелкі жүйе жоқ. Бірін сөрелерде шаң басып жатыр, бірі жоғалып кеткен, ал бір бөлігі тіпті есепке алынбаған. Енді біз археологиялық материалдардың мемлекеттік қорын жасаймыз. Музейлік құндылықтар бар жеке жәдігерлер музейге беріледі заңда бекітілгендей. Ал жаппай жәдігерлермен табылған материалдар депозитарийде ғылыми ортаға ашық, қауіпсіз жағдайда сақталатын болады. Бұл шешім археологиялық мұраның сақталуына мүмкіндік береді. Бесінші мәселе қазбадан кейін археологиялық объектіні өз кейпінде сақтау мен айналасын қалпына келтіру мәселесі. Кей археологиялық жұмыстардан кейін қазба орны жабылмайды, рекультивация толығымен жасалмайды, тіпті ескерткіштердің өздері бүгін бүлініп жатыр. Жобада әрбір археолог қазбадан кейін жерді қалпына келтіру туралы, яғни консервация, рекультивация жұмыстарын жүргізу бойынша талаптар нақтыланып отыр. Алтыншы, даму мен мұраны сақтаудың қақтығысы.
Бүгін жол, су қоймасы, электр желісі сияқты құрылыс жұмыстары кейде ескерткіштер орналасқан жерлерден өтеді. Бұл ескерткіштер жоғалмау үшін алдын ала экспертиза жүргізілуі тиіс. Бірақ қолданыстағы ережелерге, қолданыстағы заңнамаға сәйкес археологиялық жұмыстар тек жоспарға сай ғана жүргізілуі тиіс. Мамандардың айтуынша бекітілген жоспарда бүгін 70-ге жуық қазбалар болса, ал расында іс жүзінде бүгін 300-ге жуық қазбалар жүріп жатыр. Яғни оның көбі есепке алынбаған, бақылаудан да тыс қалуда деп айтуға болады. Сондықтан қолданыстағы механизм бір жағынан қажетті құрылысты тежесе, екінші жағынан уақытылы ескерткіштерді зерттеп, оларды сақтап қалуға кедергі жасап отыр. Біз археологиялық жұмыстарды енді екіге бөлеміз. Жоспарлы, яғни ғылыми зерттеу үшін, және превентивті, құрылыс алдында алдын ала экспертиза және шұғыл қазбаларды жүргізу үшін. Бұл негізі бизнеске де ыңғайлы, инфрақұрылымдық жобаларды тезірек іске асыруға да ыңғайлы, және мәдени мұраны сақтап қалуға да жақсы мүмкіндіктер беретін механизм. Жетінші мәселе заңсыз қазбалар. Біз тек ескерткіштерде емес, сонымен бірге тарихи құндылығы жоғары жәдігерлерді жоғалтып жатырмыз, оны біз ашық айтуымыз керек. Құнды заттар шетелге кетіп, қара нарықта сатылып жатыр. Көп жағдайда оларды металл іздегіштер мен арнайы құрылғылар мен тиісті қазып алады. Сондықтан заң жобасында металл іздегіштер мен осындай құрылғыларды лицензиясыз пайдалануға тікелей тыйым салуды біз ұсындық. Бұл тарихи мұрамызды тонаудан қорғауға бағытталған нақты қадам деп ойлаймыз. Дегенмен, құрметті әріптестер, әлі де талқылауды қажет ететін бірнеше мәселе бар. Бірінші, жер кадастрына ескерткіштердің қорғау аймақтарын енгізу мәселесі. Бұл не үшін керек? Құрылысты бастағанға дейін азаматтар осы базадан тарихи мәдени ескерткіштердің бар екенін білуі тиіс. Қазір ондай ақпарат еш жерде жоқ. Сондықтан осындай жерлерге құрылыс салу қаупі бар. Бұл түзету бойынша үкіметтің қолдауы қажет. Екінші мәселе, мемлекет басшысы осы салада жауапкершілікті қатаңдату туралы нақты тапсырма берді, құрылтайда оны айтты. Біз заң жобасына арнайы норманы да ұсындық, бірақ үкімет бұл норманы қолдамады. Екінші оқылымға дейін бұл мәселе қайта қаралып, президенттің тапсырмасы толығымен орындалуы тиіс. Үшінші, тағы бір мәселе, жергілікті тарихи мәдени мұраны қорғау инспекцияларының жұмысы. Бүгінде олар қағаз жүзінде бар, алайда ешқандай құзыретті бақылау тетігі мен ресурстары жоқ. Біз арнайы нормаларды дайындадық, үкіметпен қазір оны талқылап жатырмыз. Екінші оқылымға дейін бұл мәселе шешіледі деп ойлаймыз. Құрметті әріптестер, бұл заң жобасы жай ғана техникалық түзетулер емес, бұл археологияны жаңа деңгейге шығаратын тарихи мұрамызды қорғаудың маңызды реформасы деп санаймыз. Осы заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Асхат Қанатұлы, өте мазмұнды баяндама. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшейік. Депутат Саурықов Ерболат Байұзақұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым Асхат Қанатұлы өзіңізге. Осы заң жобасын қолдаймыз, бірақ мына бір мәселені анықтап алуды жөн көріп отырмын. Сіз өз баяндамаңызда жаңа мемлекеттік қор және археологиялық олжалар мен материалдардың ұлттық депозитарийін құру туралы айттыңыз. Мысалы, әртүрлі қазба жұмыстар жүріп жатады. Бұны біз жұмыс тобында да айтқан болатынбыз. Кейбір қажет болатын болса, жеке меншікте лицензия алып алған ұйымдар археологиялық қазба жұмыстарын жүргізеді, одан табылған олжаларды бірін өткізбеуі мүмкін. Тағы да осыған байланысты, мысалы, Маңғыстауда Бекет ата өзіңіз жақсы білесіз. Ол жерде ол кісінің ұрпақтары сол кісінің бүкіл дүниелерін, заттарын, олжаларын сақтап отыр. Және одан бөлек басқа да қазба жұмыстардан табылған әртүрлі олжаларды, жаңа мен айтқандай, егер ол құнды олжалы болатын болса, кейбір археологтар оны өткізбей де қою мүмкін. Осыған байланысты менде сұрақ. Осы олжаларды жаңағы айтылған мемлекеттік қор мен ұлттық депозиттарға өткізу тегін жүргізіле ме, әлде ол ақылы түрде жүргізіле ме? Ал егер өткізбеген жағдайда оларға қандай шара қолданады? Көп рахмет, құрметті Ерболат Байұзақұлы. Шын мәнінде сұрағыңыз өте орынды. Негізі біздің ғалымдарымыз осы мәселені көптен бері көтерген болатын. Мемлекет басшысы да ұлттық құрылтайда тиісті тапсырма беріп, осы қорды құру бойынша нақты тапсырма беріп, қазір жұмыс басталып кетті. Сондықтан біз осы заң жобасында арнайы норманы қарастырып отырмыз. Бізде негізі жәдігерлер екі түрге бөлінеді. Жеке жәдігерлер, олар қазір заңнама бойынша мұражайларға берілу керек, әлде сол тарихи ескерткіштердің төңірегінде қалады.
Мысалы жаңа сіз айтқан мысалға келетін болсақ. Ал бізде жаппай жәдігерлер бар, бүгін олар бойынша ешқандай нормалар жоқ. Яғни мысалы қыш ыдыстардың сынығы, тағы да басқа жәдігерлер бар, жаппай жәдігерлер. Олар бүгін ешқайда кетіп жатқан жоқ. Сәйкесінше біз оларды жоғалтып жатырмыз. Олар не мұражайларда жоқ, не басқа жерлерде жоқ. Сондықтан біз осы заң жобасында қарастырғанымыз бұл ақысыз. Осы жаппай жәдігерлер тапқаннан кейін, оны тиісті зерттеу жүргізгеннен кейін біздің осы депозитарийға, қорға беру керек. Бұл қорды Әлкей Марғұлан атындағы біздің институт өзі басқарып осы жұмысты жүргізетін болады. Бірақ оны сол қорға бергеннен кейін де ол қосымша зерттеу жүргізу үшін бұл жәдігерлер бос болады, ашық болады, оны қолдануға мүмкіндік болады. Рахмет. Депутат Әшімжанов Жанарбек Садықанұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым Мәдениет және ақпарат министрлігінің өкіліне арналады. Бүгінде археологтарға археологиялық жұмыстарды жүргізуде, ғылыми реставрациялау жұмыстарын жүргізуге де мерзімсіз лицензияның бір түрі беріледі. Сіздің ведомствоның мәліметтері бойынша барлығы 112 лицензия берілген. Олардың дені, яғни барлығы мерзімсіз. Сондықтан бүгінде лицензиялаған археологтың біліктілігін, оның жұмысының сапасын, лицензия алған кездегі жабдықтардың сәйкестігін және басқа мүмкіндіктерін бағалау қиын. Бұл бір қатар наразылықтар мен археология саласында бір қатар сұрақтар туындатуда. Мемлекет басшысы 2024 жылғы Атырауда өткен ұлттық құрылтайда тарихи мәдени мұраларды сақтау үшін археология саласына тәртіп орнату керек. Елімізде археологиялық қазба жүргізу үшін лицензия беру ісінде шешім таппаған түйткілдер бар. Соның салдарынан археология саласын күмәнді адамдар жайлап алған. Олар құрылыс фирмаларына жекелеген жер телімдерінің тарихи археологиялық маңызы жоқ деген жалған ғылыми қорытындылар беріп жүр. Осы қызмет үшін қыруар ақша алады. Соңғы 20 жыл ішінде аса маңызды археологиялық ескерткіштердің көбі тоналды. Сондықтан археология саласына қатысты заңдарды жетілдіру, лицензия беруісін реттеу және археологиялық қазба жұмыстарын заңсыз жүргізген үшін жазаны күшейту керек деген болатын. Заң жобасы шеңберінде қолданыстағы лицензияны жаңа түрлерге беру бойынша нақты ұсыныстар бар. Соған олардың біліктілік талаптарын күшейтіп, барлығына лицензияның жанамдылық мерзімін анықтау 5 жыл болып белгіленген. Осыған байланысты менің сұрақтарым: сіз бұл ұсыныстарды қолдайсыз ба? Егер қолдасаңыз, лицензиялардың жаңа түрлерін алу үшін қандай біліктілік талаптары енгізіледі? Осы заң жобасы қабылданғаннан кейін лицензиясы бар барлық адамдар құжаттарды қайта рәсімдеу керек пе? Рахмет. Мәдениет министрінің өкілі, орынбасары. Көп рахмет. Жанарбек Садықанұлы, сұрағыңызға көп рахмет. Жаңа Асхат Қанатұлы айтып өткендей, бізде қазіргі жаңа нормада лицензияны 2 түрге бөлу көзделіп отыр. Осыған дейін бізде бір түрімен және 2 кіші түрге бөлінген болатын. Қазір біз енді оның аражігін ажыратып, археологиялық қазба жұмыстарға бір түріне арнайы лицензия және реставрациялық жұмысқа 115, осы күнге дейін 115 бізде археологиялық лицензия алынған болатын. Соның 70-і археологиялық қазба жұмыстарына болса, 45-і ол реставрациялық жұмысқа. Бұған дейін де бұл заңды жетілдіру бойынша 2019 жылы тиісті шаралар қабылданған болатын. Оған дейін бізде лицензиялардың саны 250 болатын. Сол 2019 жылы бізде жаңа редакцияны енгізу арқылы қазіргі лицензиялардың саны 115-ке жетті. Ол кезде де біз кейбір талаптардың күштерін күшейттік. Енді сіз айтып отқан біліктілікке келетін болсақ, бұл жерде бізде қазір негізгі міндетті кемінде магистр болу талап етіледі, және жұмыс өтілі 5 жыл болу керек. Сонымен қатар ғылыми жобаларға қатысу расталу керек. Одан бөлек археология болсын, реставрация болсын, материалдық техникалық базасы ол дәлелдену керек. Біз осы заңның аясында тағы да пысықтап отырмыз, жұмыс топтарында оны ары қарата жетілдіреміз. Сонымен қатар бізде енді осы күнге дейін алған лицензиялар не болады деген тағы да сұрақ бар. Осы заң нормасы енгеннен кейін 3 жылдың ішінде қазіргі қолданыстағы лицензиялар жұмысын істейді, бірақ лицензиянттар сол 3 жылдың ішінде жаңа талаптарға сәйкес лицензияларды жаңарту керек болады. Негізгі бұл лицензияны түрлерге бөлуді Мәдениет және ақпарат министрлігі қолдайды. Рахмет. Депутат Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым Мәдениет және ақпарат министрлігінің өкіліне.
жалпы ұлттық археологиялық қызметке қатысты барлық археологиялық қызметті үйлестіру бойынша бірыңғай орган құрылатыны дұрыс, көңілге қонымды. Енді шынында да осы мониторинг негізінде ұлттық археологиялық қызмет органы адамдарға археологиялық қызметті одан әрі жалғастыру немесе тоқтату үшін объективті сараптамалық қорытынды бере алады, қажетті жабдықты бағалай алады, кәсіби тәжірибесін растай алады. Алайда үкіметтің бұл құзыретті қолдамайтын шешімі бар. Осыған байланысты сізге сұрағым, үкіметтің мұндай шешімі немен негізделген? Осыны ашып айтып берсеңіз. Мәдениет және ақпарат министрлігі. Сұрағыңызға көп рахмет. Бірінші кезекте үкімет салалық қорытынды беру туралы қолдамады, себебі бізде археология институты басқа да ғылыми мекемелер сияқты кәсіпкерлік субъектке жатады. Бұларда бізден археология институты бізден лицензияны алады мемлекеттік органнан. Ал енді ол өздері мемлекеттік органнан лицензия ала тұрып, басқа ғылыми мекемелерге лицензияға ұсыным болмаса жаңағындай қолдау хат беру біздіңше дұрыс емес деп пайымдаймыз. Бұл жерде енді қарап отырсаңыз, бізде тек қана археология институтынан бөлек үлкен ғылыми мекемелер бар. Оның ішінде жоғарғы оқу орындары да бар, ұлттық статусы бар. Әл-Фараби атындағы жаңағы Қазақ ұлттық университеті сияқты, Евразиялық университет, олардың барлығы сондай субъект болып табылады. Кез келген конкурсқа, гранттық жобаларға олар да қатысылады субъект ретінде. Сол себепті бұл жерде біз қолдамадық. Сонымен қатар біздегі қазір қолданыстағы заңнамада бұрын болған болатын қолдау хат беру. Ол аккредиттелген және лицензиясы бар организациялар бізге жаңадан алып атқан жеке болмаса заңды тұлғаларға қолдау хат білдіретін болатын. Бізде 21 жылда тексеру болды Мәдениет және ақпарат министрлігіне. Сол кезде бізде бұл жаңағындай коррупциялық рисктерді алып келеді деп, ол норманы бізден алып тастады. Сол себепті сол кездегі қателіктерді қазір болдырмау үшін біз осы заң нормасына оны қарастырмай отырмыз. Рахмет. Депутат Смирнова Ирина Владимировна. Спасибо, уважаемый Ирлан Жаканович. Мой вопрос адресован представителю Министерства науки и высшего образования. Законопроект предлагает создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам для централизованного сбора информации в области археологии. В этой связи ответьте, пожалуйста. Первое. Насколько уже обеспечена готовность к ее функционированию? И второе. Предполагается ли интеграция ее с другими информационными системами, действующими при научных организациях, других заинтересованных ведомствах, например, научные волонтеры, и содержащие данные по археологии и научно-реставрационным работам? Спасибо. Вопрос адресован Министерству науки и высшего образования. Гүлжан Сызбасарқызы. Да, рахмет, Ирлан Жаканұлы. Спасибо за вопрос, Ирина Владимировна. На сегодняшний день работа в этом направлении уже ведется. Для разработки и создания единой информационно-археологической платформы на сегодняшний день планируется, что эта работа будет проведена в рамках конкурса на программу целевого финансирования 2024-2026 годов. Соответствующее техническое задание на сегодняшний день уже разработано и поступило. Прошло этап формальной экспертизы, находится на рассмотрении рабочей группы. Далее в установленном порядке будут уже проведены все конкурсные процедуры. Во-вторых, касательно интеграции с другими информсистемами, безусловно, это будет необходимо сделать. Предполагается, что будет интеграция как с информсистемами других государственных органов, в том числе, например, и Министерства культуры и информации, Министерства сельского хозяйства, ну и, безусловно, самого Министерства науки и высшего образования, где содержится вся база аккредитованных субъектов научной и научно-технической деятельности, ну и, конечно, с теми базами данных, которые имеются у научных организаций. Спасибо. Депутат Иса Қазбек Жарылғасынұлы. Рахмет, құрметті төраға. Менің сұрағым Мәдениет және ақпарат министрлігі өкіліне арналады. Мемлекет басшысы өз сөзінде қара археологтар деген мәселеге тоқталды. Соңғы 20 жылда қаншама археологиялық орындар
ондағы баға жетпес құнды жәдігерлер қарақшылықпен тоналды. Сондықтан бұларды қара археологтар дегеннен гөрі шетел тілінен тікелей аударып, одан да қазақша қарақшы археологтар деген дәл келетін секілді. Осыған байланысты, осындай фактілермен күресті күшейту мақсатында археологиялық объектілерді іздеу кезінде техникалық құралдарды заңсыз пайдалануға тыйым салатын норма ұсынылды. Оларға металл детекторлары, радарлар, магниттік құрылғылар жатады. Осы норма қалай жүзеге асады? Осыны іске асыратын тетіктер дайын ба? Рахмет. Мәдениет және ақпарат министрлігінің микрофонын қосыңыздар. Айбек Жексенәліұлы. Қазбек Жарылқасынұлы, сұрағыңызға көп рахмет. Баяндамашы айтып өткендей, қазір бізде құрал жабдықтарды беретін кезде тек қана жаңағы лицензиясы бар, лицензия алатын кезде біліктілік талаптарына сәйкес біз тиісті құрал жабдықтарды сұраймыз. Енді ол құрал жабдықтарды дәлелденгеннен кейін олар оны пайдаланылады, ал егер қолында лицензиясы жоқ, бірақ сондай жаңағындай металлоискатель сияқты басқа да құралдарды пайдаланып жағдайда фактілер анықталатын болса, бұл жерде ол заттардың барлығы тартып алынады, және біз қазір осы заңның аясында жауапкершілікке тарту мәселелерінде қарастырып отырмыз. Жұмыс барысында біз осы бірінші оқылымнан кейін тағы да пысықтайтын боламыз бұл мәселені. Рахмет. Депутат Пономарев Сергей Михайлович. Рахмет, құрметті Ерлан Жаканұлы. Мой вопрос адресован докладчику. Согласно статье 34 уже предусмотрена обязанность по проведению консервации объекта, восстановлению участков земли, нарушенных вследствие проведения археологических работ. В то же время законопроектом вы предлагаете ввести норму, обязывающую проводить консервационно-рекультивационные работы на месте завершения археологических работ. В этой связи поясните, пожалуйста, зачем такое уточнение, если восстановление земель уже предусмотрено действующим законодательством? Спасибо, уважаемый Сергей Михайлович. Действительно, мы на рабочей группе тоже обсуждали, потому что предложение поступило от наших коллег, экспертов и ученых, поэтому мы тоже, первое наше впечатление было такое, зачем восстановление менять, то есть слово фактически как будто синоним. Но нам ученые действительно показали и доказали, что речь идет о рекультивации, это целый комплекс уже действий, это не просто восстановление, это целый комплекс действий, соответствующей техникой, соответствующей научной методологией. То есть это восстановление природного слоя, там вопросы культурного слоя и так далее. То есть это целый комплекс действий. Поэтому мы здесь согласились и приняли соответствующую норму о том, что теперь мы усиливаем эту норму и конкретно ставим такую задачу перед археологами для проведения консервационно-рекультивационных работ, а техника, технология, методология, она уже имеется. Спасибо. Депутат Мурат Абдуламитұлы Абенов. Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Енді бұл заң шығат дегенде біздің әріптестеріміз дайындағанда біз қуандық. Мен енді құрылтайдың мүшесі ретінде 23 жылы президентке өзім хат жаздым. Қызылордада мынау сауысқандық деген петроглифтердің үлкен далда тұрған музейі бар. Барсам, шетелдің адамдар келіп жарып бір шетін петроглифтерді бұзып, өздерінің үйлеріне алып кетіп жатыр. Сол кезде президент әкімшілігі маған жауап хат келді. Осы қолға алынатын наурыз айында президент 24 жыл қатаң талап қойды. Біз жауапкершілік жасауымыз керек. Заңсыз археологиялық қазбалар жасау. Міне, біз осы заңды күтіп жүрміз. Және бұл заң ең негізгі мәселесі, бұл қылмыстық жауапкершілікке тартуымыз керек. Мен жазда көрдіңіздер ме? Ресейден адамдар келіп, металлоискательмен бүкіл елді аралап жүр. Қазба байлықтар қазып, мен өзім ойлаймын, арттарында біздің мемлекеттік жаңағы археологиялық айналысатындар бар сияқты, тауып алады бар, бұрынғы нелерді қазып алып жатыр. Ал енді мынау құқықтық жауапкершілік, қылмыстық жауапкершілікке ұсыныс берсек, үкімет қарсы, әділет министрлігі сұрақ сіздерге. Қалай сонда президент тапсырма береді? Құрылтайда, біз құрылтайдың мүшелері болып халыққа жеткіземіз, біздің әріптестер ұсыныс жасайды. Барлық заң ішінен ең қажет нормаға үкімет қарсы болады. Сонда президенттің саясатына қарсысыздар ма? Қалай бұл сондай жағдай? Осы қалай мәселе шешіледі? Алдағы уақытта екінші оқылымға дейін қолдайсыздар ма? Жоқ. Біз шикі заң болады, онда қабылдамау керек бұл заңды. Қажеті не ол егер қазатындар қазып, шетелге алып кететіндер алып кете берсе?
жауап берсе әділет министрі. Әділет министрінің орынбасары Лаура Қанатқызы, сізге сұрақ. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, Мұрат Абдыламытұлы, археологиялық жұмыстарды заңсыз жүргізгені үшін қылмыстық жауаптылықты күшейту бойынша депутаттардың ұсыныстары үкіметтің қорытындысымен қолдау таппады. Себебі статистикалық деректерге сәйкес қылмыстық кодекстің тиісті бабы бойынша осы соңғы жылдары тек 2022 жылы ғана тек 2 құқық бұзушылық болған. Сондықтан қолданыстағы қылмыстық санкцияларды күшейту қаншалықты орынды деген сұрақ туындады. Сонымен бірге ең алдымен осы құқық бұзушылықтарды ашу және алдын алу бойынша шараларды қабылдау қажет деп санаймыз. Сонымен бірге екінші оқылымға дейін осы мәселені жан-жақты тиісті органдармен қарастырып, құқық қолдану тәжірибесін назарға алып, тағы да талқылауға дайынбыз. Рахмет. Қанағаттандыңыз ба сіз жауапқа? Депутат, қазір сөз берейін мен сізге. Депутат Абеновтың микрофонын қосыңыздар екінші рет. Рахмет. Енді мемлекет басшысы тапсырғаннан кейін, бұл халықтың алдында ойында жүрген, көп көтеріліп жүрген мәселе. Қылмыстық кодексте ол норма болмаса, кім соттайды? Қазір міне ашық ютубта жүр. Бірақ оны біреуге полиция қасына жақындатсын, ол айтады, сен құқығың жоқ, мен шетелдің туристімін деп. Бірақ қолдарында менталистайтыл видеоға мақтанып салып жатыр. Мен мынау қазақтың бұрынғы қазба байлықтарын тауып алдым деп қорқып жүрген жоқ ешқайсысы. Барлығын соттау керек. Бірақ сіздер міне ешкім жауапкершілікке тартылған жоқ. Енді норма болмаса, сіздер қарсы болсаңыздар, бұл жерде түсініксіз сіздің көзқарастарыңыз. Ол енді әрине солмайды. Сол себептен мен ойымша екінші оқылымға дейін осын қолдау керек. Ол жаңағыдай президенттің тапсырмасы. Бұл жерде біз қоғамда түсінбей қалады ертең. Қалай болады ол сонда? Дұрыс, екінші оқылымға дейін осыны әділет министрлігі бар, басқа министрліктер бірге, мемлекеттік органдармен бірге пысықтаңыздар. Депутат Сатыбалдин Ерболат Жалғасбайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, мен бұл заңды қолдаймын. Бірақ нақтылау сұрағым мәдениет және ақпарат, ауыл шаруашылығы министрліктерінің өкілдеріне. Осы заң арқылы жер кодексіне енгізілген түзетуде жер иелері археологиялық жұмыстарға кедергі келтірмеуі тиіс деп көрсетілген. Бірақ егер археологиялық топ шаруаларға материалдық шығын келтірсе, бұны қалай шешеміз? Мәдени мұраны қорғау маңызды, бірақ меншік құқығын сақтауды ұмытпауымыз керек қой. Осыған байланысты әлемдік тәжірибеде мұндай істерге сервитут қолданады екен. Орын мен мерзім анықталады, келтірілген шығын толық өтеледі. Ал мына түзетуде талап бар, бірақ механизмде жауапкершілікте ескерілмеген екен. Мәдени мұраны қорғау мен жер иесінің құқығын тең қамтамасыз ететін сервитут тетігін енгізуге қалай қарайсыздар? Жер иесінің мүддесін қалай ескереміз? Рахмет. Мәдениет және ақпарат министрінің орынбасары Айбек Жексенәліұлы, бірінші сұрақ сізге. Ерлан Жақанұлы, көп рахмет. Сұрағыңызға көп рахмет. Енді бізде қазір қолданыстағы жер кодексінің 127 бабына сәйкес тарихи мәдени мұра объектілері болып табылатын ескерткіштердің барлығы тарихи мәдени мақсаттағы жерлер деп танылған. Сонымен қатар 65 бабына сәйкес жер учаскелерінің меншік иелері, сонымен қатар сол жерді пайдаланушылар оның сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Егер өткен жолы бір жұмыс тобында да сұрақ болды, жерді жырту барысында мәдени құндылық анықталатын болса, ол қалай жүзеге асырылады, оны қалай тіркейді деген. Бірінші кезекте енді ол жердің иесінің, жер иесінің жауапкершілігі анықталған жағдайда ол жергілікті атқарушы органдарға міндетті түрде хабарласу керек. Одан кейін барып арнайы комиссия қабылданып, ол жұмыстар тоқтата тұрады және оны қорғау аймағына алады. Керек болатын болса, сол кезде апаттық археологиялық қазба жұмыстарын жасау керек болады, немесе консервацияға қойылады. Сол себепті бұл жерде бізде заңның нормасында, заңның шеңберінде ескерткіштерді қорғау жан-жақты қарастырылған. Рахмет сұрағыңызға. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сиражиддинұлы, екінші сұраққа жауап беріңіз. Енді мен әріптесім айтқаны дұрыс, жер кодексіне нормаларға сәйкес осындай ақпаратты бізде жер кадастрға да енгізу мүмкіндік жоқ. Енді бірақ осы нормалар ұсынған нормалы қолдау үшін
біз басқа редакция бердік, ұсындық. Осы редакцияны сәйкес әр акиматтарда өзінің жаңа міндетті болады. Осы міндетіне сәйкес оларды барлық ақпаратты жинап, арнайы геопорталына енгізетін болатын. Енді содан интеграция арқылы ЕГК порталына да барлық ақпаратты келеді. Осылай біз редакция ұсындық. Депутат Сатыбалдиннің микрофонын екінші рет қосыңыздар. Рахмет, құрметті төраға. Мен енді нақты сұрадым ғой, шаруаға келтірілген шыққан, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, жер жырту жұмыстары жүріп жатса, табылса, жер жұмыстары тоқтаса, енді шаруаға шығын келді ғой, соны өтеу жолдарын айтып отырмын да, жаңа сіз айтқандарыңыз бәрі түсінікті ғой, заңда бар. Шаруаның шығын өтеу жолдары қалай болады осы мәселе? Бұл мәдениет министрінің орынбасары, сізге ғой сұрақ. Нақты айтыңызшы, қалай өтеу жол? Жаңа сіз тоқтатады деп айттыңыз ол жұмысты, табылса. Бұл жерде екі мәселе бар. Соттың шешімімен тиісті жаңағындай қаржылық шығындар өтеледі, немесе тең көлемде тура сондай жерді беру міндетті. Ары қарата жаңағындай басқа да шаруашылық істерді атқаруға. Рахмет. Депутат Сейітжан Кенжеғұл Социалұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндаушыға. Өзім тарихшы болғаннан кейін бұл заңды өте қатты қолдаймын, бірақ бірнеше сұрақ туындап отыр. Асхат Қанатұлы, бірінші сұрақ сізге. Мына шетелдік экспедициялар бар, ғылыми орталық бар, археологиялық. Солардың осы заң бойынша лицензия алу қалай реттелген, соны түсіндіріп айтып берсеңіз. Екіншісі, мына ғылым және жоғарғы оқу министрлігіне, өздеріңіз білесіздер, министрлікке тиесілі университеттердің ғылыми тарихи орталықтары бар, тарихи емес, археологиялық орталықтары. Осылардың ертең бюрократиялық шектеулердің нәтижесінде лицензия алуы қиындық қалмай ма? Осыны дұрыстап түсіндіріп айтып берсеңіздер. Рахмет. Рахмет, Кенжеғұл Социалұлы. Енді шетелдік экспедициялар бойынша біз енді шетелге шығып ештеңені қазбаймыз. Сондықтан егер басқа мемлекетке шығып қазатын болсақ, онда сол мемлекеттің заңнамасы бізге тиесілі болады. Егер басқа мемлекеттердің ғалымдары бізге келіп тиісті қазбаларға қатысамыз десе, бүгін ондай тәжірибе негізі бар. Көп мемлекеттің ғалымдары келіп бізге қосымша жұмыстар жүргізіп жатыр. Оларға да дәл осындай талаптар қойылады. Олар көбінесе біздің институттармен бірге осы топтардың ішінде жұмысын жүргізеді, сондықтан талаптар бірдей. Ал жаңағы енді лицензия мәселесін біз қатаңдатып жатырмыз, ол рас. Біз оны қатаңдатып жатырмыз. Енді ол мерзімі болады, тек қана 5 жыл, нақты талаптары болады. Егер олар есептерін тапсырмаса, дұрыс қазбаса, рекультивация жасамаса, біз оны тоқтатамыз, әлде қайтып аламыз. Біздің ойымызша бұл өте қажетті шешім. Өйткені бізде жәдігерлерді тауып жатыр. Біз әр археологтың жанында тұрып, ол нені тапты, қайда тапсырды деп, оны біз қарап тұра алмаймыз. Сондықтан өте маңызды шешім. Біздің тарихи мәдени жәдігерлеріміз ол енді қайтып келмейді, оны біз қайта орнына қоя алмаймыз. Сондықтан біз бұл жерде өте мықты, нағыз білікті, жақсы осы лицензиялық талаптарға сай болатын әріптестерді ғана осы салаға жіберуіміз керек деген ұстаныммен осындай шешім қабылдадық. Екінші сұрақ, ғылым және жоғары білім министрінің орынбасары Гүлзат Ізбасарқызы, сізге. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Құрметті Кенжеғұл Социалұлы, шын мәнінде де бүгін археология және этнология бағыты бойынша бізде 12 жоғары оқу орындары кадрлар дайындайды. Сол жоғары оқу орындарында арнайы орталықтар бар және археологтар бар. Осы жұмыс барысында, заңды дайындау барысында әрине жоғары оқу орындарының ғалымдары да тартылды, бары да талқыланды жан-жақта. Бұл жерде ешқандай қиындық тумайды, себебі лицензия аясында қойылатын біліктілік талаптары орындауға болады. Тиісті мамандар, тиісті материалдық техникалық жағдай, оның бәрі де бар. Депутат Баққожаева Ана Сахатұлы. Құрметті Ерлан Жақанұлы, мен сұрағым мәдениет және ақпарат министрінің өкіліне. Құрметті Айбек Жексенәліұлы, азаматтық кодекске байланысты мына көне көмбелер табылған жағдайда оның 20%-дан 50%-на дейін құнына тапқан адам, анықтаған адам, соны алуға құқылы. Біріншіден айтыңызшы, осы статистика қандай? Осы 35 жылдың ішінде, болмаса соңғы жылдардың ішінде, осы көмбелерді тапқан жағдайда ақшасын алған адамдар болды ма? Статистикасы қандай? Оны ынталандыру механизмдерін халық арасында қалай таратып жатырсыздар?
жер пайдаланушы ауыл шаруашылығы мысалға фермерлер алған жағдайда оған бір мәлімдеме беріле ме осы туралы? Екінші, оны анықтаған адамның есімі мұражайларда жазыла ма? Мен білем, ана комиссия қарастыру керек, бірақ жаңағыдай міндетті түрде енді әр адам өзінің есімі тарихта қалсын дейді ғой. Осы анықтаған адамның есімі мұражайларда жазыла ма? 100% сондай кепілдік бар ма? Соған жауап берсеңіз, рахмет. Мәдениет министрінің орынбасары Айбек Жексенәліұлы. Ерлан Жақанұлы, көп рахмет. Сұрағыңызға көп рахмет. Дәл қазір мен сізге статистика бойынша айта алмаймын. Негізі ол статистика жүргізіледі. Өзіңіз айтып өткендей, негізгі көмбелер табылған жағдайда 50%-ға дейін сол көмбенің жер иесіне берілуі тиіс мемлекетке өткізгенге. Ендігі қазір бізде өзіңіз білесіз, барлық өңірлерде тарихи өлкетану музейлері бар. Көп жағдайда табылған дүниелердің барлығын сол жаққа апарады азаматтар. Мекеменің ішінде сатып алу комиссиясы жұмыс істейді, барлық музейлердің деңгейлерінде. Егер бюджеттік қаражаттарында қаржы қарастырылса, олар сатып алынады, сол комиссиядан өткізу арқылы. Мысалға алатын болсақ, ұлттық музейде ондай тәжірибе болды. Табылған заттарды бізде сатып алу комиссиясына эксперттік қорытындыдан кейін біз сатып алған жағдайлар болды. Ал енді одан бөлек бізде іріктеу комиссиясы да бар. Ол жерде кейбір азаматтар тегін өткізіп жатады. Ол заттарды тегін өткізген жағдайда сатып алу комиссиясы болсын, іріктеу комиссиясы болсын, бізде музейдің тәртібіне сәйкес оның барлығы инвентарлық кітапқа бәрін тіркеліп, мемлекеттің қорғауына алынады. Ол жерде тапсырған адамның аты жөні барлығы жазылады. Ол заттың тарихы да жазылады. Ал енді оны сөреге қою барысында аты жөнін жазу кейбір музейлерде ол тәжірибеде бар, музейлер оны жасайды. Но жалпы барлық музейлер Қазақстанда ондай алып келген адамның атын жазу қарастырылмаған. Тәжірибеде жоқ. Кейбір жағдайларда ғана ол қарастырылады, кім тапсырылды. Ұсыныс бергенде. Жақсы, рахмет. Депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Мен негізінде мына сұрақ қоятын ойым болған жоқ. Мына екі вице-министрдің жауабынан кейін кішкене мындай сұрақ қойып, мен негізі сұрақ емес, ұсыныс ретінде Асхат Қанатұлы, сіздің инициативтік заң жобаңыз ғой. Бірақ мына екі вице-министрдің жауабынан кейін мынандай кішкене түсініксіз жағдай болып отыр. Сіздер айтып отырсыздар, мына жер кодексінің 127 бабында, яғни археологиялық қазба байлықтары анықталған жағдайлары жердің меншік иесі жұмысын бәрін игеру, пайдалану жұмысын бәрін тоқтату керек. Ол норма қабылданғалы, қарақтарым, 20 маусым 2003 жылы ол қабылданды. 2003 жылдан бастап міне 22 жыл өтті, 23 жыл өтті. Қаншама біз тарихи жерлердің бәрін жоғалтып алдық. Мысалы, Талхиз қаласы Алматы облысында. Мынау Арыстанбек Мұхамедиұлы деген министрдің және мынау Құлбаевтың пайдасына мынау Талхиз қаласының үстінен жолды өткізіп жіберген. Норма қалай? Норма бар, жер кодексінің 127-ші. Неге ол қорғамайды тарихи мәдени жерлерді? Қаншама мысал сақ қорғандары бар. Мысал, алыңыздар шына Түркістан облысында. Түркістан облысында мысал Қатон деген ескерткіш бар. Тастоған деген қорым бар. 1-3 ғасыр 12 қорғаны бар. Қатон ескерткіші 130 қорғаны бар. Тастоған қорыма бар. Оның барлығын жермен жексен еткен. Жетісу облысына алыңыз, Көксу деген ГЭС каскадын соғу барысында ежелгі қорымдар мен петроглифтер 2000 жылдығы бәрі жермен жексен етілген. Қайда сіздің жер кодексінің 127 бабындағы норма, қорғайтын норма? Мынау жерде жердің меншік иесін нақты жауапкершілігін күшейтетін норма керек бұл жерде. Мысалы, сіздің жерде жер кодексінің 127 бабына мынандай ұсыныс енгізіп отырсыздар. Яғни археологиялық жұмыс, қазба жұмыстар анықталған жағдайларда жердің меншік иелері кедергі жасамау керек деген норма. Кішкене қосып жіберіңізші, Ерлан Жақанұлы. Сұрақ қойыңыз енді. Қосып берейін. Тағы микрофон қосыңыз Бақытжан Жұмабекұлының. Бұл норма ешқандай кедергі жасамайды. Жердің меншік иелері сол қалай жерді госактісін алады, болды, тегістеп тастайды. Алысқа барудың қажеті жоқ. Мына Алматы қаласы мен Астана қаласына мысалы қараңыздар, қаншама сақ қорғандары бар, тегістеп кеткен. Бұл жерде қылмыстық жауапкершілікті күшейтуіміз керек біз. Жер кодексінің 127 бабында кедергі жасау анау деген норма емес.
Асхат Қанатұлы, мен өзім жеке осы заң жоба аясында ұсыныспен кірем, екеуміз бір норманы енгізейікші. Жақсы, бұл сіз қой сіздік сұрақ емес. Иә. Депутат Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Өте қажетті заң деп мен есептеймін. Себебі 60%-дан көп мәдени тарихи ескерткіштер аспан астында, Маңғыстауда орналасқан. Мына көтеріліп отырған мәселе бізде өте өзекті. Сырттан да, іштен де сол жаңағы археологиялық қазбаларды қалай болса солай жасап, тонап, мазарлардың бәрін құлатып, быт-шыт қылып жүрген сондай жаңағы черный старательдер дейді ғой, бар. Жаңа Асхат Қанатұлы өте жақсы мәселені айтты, металлоискательға байланысты. Шетелде оны көрінген адамға бермейді, ол лицензияланған, оны дұрыстадыңыздар. Енді тағы бір мәселе бар. Жаңа Базарбек, Бақытжан, басқа да біздің әріптестер айтты. Ең үлкен мәселе бұл инспекторлардың қолында ештеңе жоқ. Инспектор бар, бірақ оның құзыреті жоқ. Барып тауып алады, ұстап алады, бірақ протокол толтыра алмайды. Ол хаттаманы қалай толтырады, оның үлгісі жоқ. Мен бұнымен жақсы айналысқанмын. Әр өңірде әртүрлі жаңа хаттаманы толтырады. Несі? Үлгісі жоқ та әртүрлі, ойына келген жасайды. Сосын олардың қолында құзыреті жоқ. Ұстап алды, не істейді оған? Айыппұл сала алмайды. Оны жаңағы полицияға ұқсатып апарып қамай алмайды. Барлық мәселе сол инспекторда. Мына жерде күні кеше мен барып келдім, мына Ниязбидің мына жерде несі бар екен, кесенесі, астынан дәл қасында Тайтөбеде. Дәл қасында барып карьер қазған. Пока халық көтеріліп айқай-шу шығармай, оны тоқтата алмаған. Ал ол деген Абылай ханның жаңа кеңесшісі болған би, атақты кәдімгі. Оны облыстық деңгейде ғана не қылып қойған жаңағы объект. Ол республикалық деңгейде болу керек ондай адамның несі деген, кесенесі. Міне қара, сонда мына біздің мәдениет басқармаларының, инспекторларының қолында ешқандай құзырет жоқ. Егер де біз оны жасамай, мына заң жұмыс жасамайды, құрметті әріптестер. Сондықтан осыны қалай іске асырайын отырсыздар, мәдениет министрлігі? Мүмкін рұқсат берсе, мен жауап берейін. Еділ Терекбайұлы, өте дұрыс айтып отырсыз. Жаңа мен өз баяндамамда оған арнайы тоқталғаным да сол. Екінші оқылымға дейін біз бұл мәселені талқылаймыз. Өйткені біз норманы бердік. Шын мәнінде бүгін инспекциялар бар, жергілікті. Бірақ ол инспекциялардың аты бар, заты жоқ. Олардың құзыреттілігі жоқ. Олар ештеңені тексере алмайды. Тіпті ол инспекциялар мысалы бір облыста, Қарағанды облысында ол инспекция ретінде, КГУ ретінде бар, ал басқа облыстарда ол екі адам жай ғана анау мәдениет басқармаларының ішінде ол инспекциялар жоқ. Сондықтан бұл жерде не ресурс жоқ, не біркелкі оларға талап жоқ. Үшіншіден олардың нақты талапты жаңағындай құзыреттілігі жоқ. Сондықтан біз арнайы нормаларды осында бердік. Қазіргі уақытта үкіметпен бірге талқылап отырмыз. Екінші оқылымға дейін енді осы қорытындыны алып бір нүктесін қоймасақ, өйткені бақылау, мониторинг міне осы инспекцияға байланысты болып тұр бүгін. Сұрағыңыз өте орынды, сізбен келісеміз.